Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мақ қосылған булочки жасайтын боламыз. Отбасымызда бір жасағынан таусылатын осындай мамықтай жұп-жұмсақ, аралары қатпарлы болып шығатын дәл осы булочкиді жасап көретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең әуелі ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз, тұз және де қант. Бір дана жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен қант, тұз, жұмыртқасы барлығы біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң үстінен сұйық май құятын боламыз. 5 ас қасық сұйық майды өлшеп құйып алдым. Және де артынан ашытқы, яғни дрожжды салып, тағы да венчикпен араластырып аласыздар. Ең соңында ұн қосамыз. Ұнды міндетті түрде ұн илегіштен өткізіп салыңыздар, сонда сіздердің булочкиларыңыз мамықтай жұмсақ болып шығатын болады. Мен 3,5-4 стакандай қостым, шамамен қостым. Сіздерде осылай қолға жабысады, кішкене жабысатындай жұмсақ қамыр илеулеріңіз керек. Сонда булочкиларыңыз жұмсақ болып шығады. Егер ұнды көп салып жіберсеңіздер, қатты болып қалуы мүмкін. Ең соңында кішкене сұйық май құйып, тағы да жақсылап илеп жіберемін. Сонда қамырымыз жылтырап әдемі болып шығады. Көтерілуге 1-2 сағатқа қалдырып қоямыз. 1-2 сағаттан соң осы қамырды 7 бөлшекке бөліп аламыз. Барлығын біркелкі етіп, 7 бөлікке бөліп, дәл осы қамырларды жайып шығатын боламыз. Кішкене оқтаудың көмегімен осылай кішкене ұн сеуе отырып жайып аламыз. Және осындай ыдысымызға ең астына сарымай, бөлме температурасындағы сарымайды жағып аламыз, қамыр жабысып қалмас үшін. Енді осы қамырды осы тарелканың үстіне жайғастырамыз. Үстінен тағы да бөлме температурасындағы сарымайды жағып шығамыз. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте оңай. Қамыры жұмсақ болған соң тез жайылады. Қараған кезде қиын болғанымен, бұл жасаған кезде өте оңай. Осылай тез жайып, кезек-кезек 7 қамырды осылай үстінен қойып, әр қамырдың арасына бөлме температурасындағы сарымайды жағып шығамыз. Достар, менің каналымда булочкидің өте түрлері көп. Сонымен қатар ыстық тамақтар, тәттілер, кез келген тағамдардың рецептісін таба аласыздар. Сол себепті каналыма тіркеліп, видеоларды өтіп қарасаңыздар болады. Барлығын жасап болған соң пакетке салып, бетін жауып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Жарты сағат өткен соң тағы да біздің қамырымыз, қараңыздар, кішкене көтерілген. Енді осы қамырды дәл осы күйінде жайып шығамыз. Көрдіңіздер ме? Өте оңай, бері қарайда өте тез жайылады. Үлкен етіп, барынша жұқа етіп жайып аласыздар. Міне осылай созып, үстінен тағы да бөлме температурасындағы сарымайды жағып жібердім. Енді бұл жерге мен мак қосамын үстінен. Егер мак ұнамайтын болса, жай осылай орасаңыздар да болады. Бізге мак ұнайды, сол себепті өте дәмді болып шығады. Және де үстінен кішкене ғана қант сеуіп жібердім, жұқа етіп. Дәл видеодағыдай етіп, осылай 3 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Жіңішке етіп, үлкен етіп түйіп өздеріңізге байланысты. Дәл осылай мен жіңішке етіп көп булочкиларды шығардым. Дәл видеодағыдай пышақпен кішкене ұшын кесіп, дәл видеодағыдай орап шығамыз. Барлығын противеньге орналастырамыз. Противеньге орналастырып, беті жылтырап, әдемі болып пісу үшін бір дана жұмыртқаға кішкене сүт қосып араластырамын. Сонда жылтырап, қып-қызыл әдемі болып пісетін болады. Ең бастысы барлығына әдемілеп жағып шығыңыздар. Жағып болғаннан соң 10-15 минутқа үстін жауып қалдырыңыздар. Содан кейін духовкада 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Міне қараңыздар, біздің булочкиларымыз пісіп шықты. Сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, достар. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттерді каналыма шығаратын боламын. Сол себепті каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.